Бүгінгі тақырыбымыз қарапайым тригонометриялық теңдеулер. Қарапайым теңдеулерге синус x тең а, косинус x тең а, тангенс x тең а, котангенс x тең а деген сияқты формадағы осы түрдегі теңдеулер жатады. Енді синус x тең а дегеннен бастайық. Синус x тең а. Синус x тең аны бірлік шеңберден белгілейтін болсақ, аның мәнін белгілегенде шеңбермен екі жерде қиылысады. Сол екі мәнді беретін бұрыштарды табуымыз керек. Ол бұрыштар x бұрышы болады, x градус немесе x радиан. Екінші бұрышымыз пи минус x болады. Сонда x-тің мәні синус x аны беру керек, онда x-тің мәні арк синус болады. Арк синус а. Бұл бірінші шешімі, екінші шешімі x2 пи минус арк синус болады. Арк синус а. Енді бізде x-тің бұрышы, x бұрыш әр 360 градус немесе 2 пи қосылған сайын қайталана береді. Оны біз 2 плюс 2 пи к деп аламыз. К бүтін сан болу керек. Екінші шешімде дәл солай. Әр 2 пи к қайталанған сайын сол бұрышты береді. Әр 2 пи қосылған сайын сол бұрышты береді. Сондықтан шешімде плюс 2 пи к болады. Енді осы екі шешімді біріктіріп былай жазуға да болады. X тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус а плюс pn. Осылай екі шешімді біріктіріп бір шешіммен жазуға да болады. Енді дербес жағдайлар бар. Екі шешім болмайтындай дербес жағдайлар бар. Олар синус x тең 1 болған жағдайда, синус x тең 1 болса, онда x-тің мәні 90 болады. Пи бөлінген 2. Ол әр 2 пи қосылған сайын қайталанады. 2 пи к. Енді тағы минус 1 деген мәні бар. Синус x тең минус 1. Ол әр минус 90 сайын қайталанады. Минус 90 градуста минус 90 минус пи бөлінген 2-де әр 360-та немесе 2 пиде қайталанады. Тағы бір жағдай бар. Синус x тең 0. Ол әр синус x-іміз синустың мәні 0 градуста 0 болады, 180 градуста 0 болады. Немесе оны әр 180 градуста қайталанады деп жазуға болады. Әр пи радианда қайталанады сонда. Шешімі x тең пи к болады. К бүтін сан. Енді мысалдар қарастырайық. Синус x тең түбір асты 3 бөлінген 2. x1 арк синус түбір асты 3 бөлінген 2 плюс 2 пи к. Сонда x1-іміз арк синус түбір асты 3 бөлінген 2. Ол бізде пи бөлінген 3 қосылған 2 пи к. x2 пи минус арк синус түбір асты 3 бөлінген 2 плюс 2 пи к. Сонда x2 тең пи минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи к. Пи минус пи бөлінген 3 ортақ бөлініш болады. 3-тен берсек 3 пи бөлінген 3 пи минус пи 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пи к. Немесе екеуін біріктіріп жазатын болсақ, x тең минус 1-дің n дәрежесі
arc sinus турасы бөлінген 2 бізде пи бөлінген 3 шығады, плюс пи-ка. Келесі мысалымыз. Келесі мысалымыз 4 синус 5х минус 2 тең 0. Минус 2-ні оң жағына өткізетін болсақ, 4 синус 5х тең 2. 4-ті оң жағына өткізетін болсақ, синус 5х тең 2 бөлінген 4. Сонда синус 5х 4-тен 2 2-ге қысқарса 2-ден 1 болады. Сонда 5х тең болады минус 1 k дәрежесі арк синус 2-ден 1 плюс пи-ка 5х тең минус 1 k дәрежесі арк синус 2-ден 1 ол 30 градус, ол пи бөлінген 6 плюс пи-ка 5х x жалғыз қалдырсақ 5 оң жағына бөлі 5 болып өтеді. Сонда минус 1-дің k дәрежесі пи бөлінген 30 соған пи-ка бөлінген 5. Жауап осындай. Келесі мысалымыз синус x тең минус түбірі 2 бөлінген 2. Бұл жерде x тең минус 1-дің k дәрежесі арк синус минус түбірі 2 бөлінген 2 плюс пи-ка. Сонда x тең болады минус 1-дің k дәрежесі арк синус минус түбірі 2 бөлінген 2 ол минус пи бөлінген 4-ті береді плюс пи-ка. Сонда x тең минус 1-дің k плюс 1 дәрежесі пи бөлінген 4 плюс пи-ка болады. Келесі бізде косинус x-тің мәнін қарастырайық. Косинус x тең а. Бірлік шеңберде косинустың мәні x осында болады. А-ны белгілегенде а-ға 2-мен сәйкес келеді. Екі жерде қиылысады. Біреу x градус болса, екіншісі симметрия болғандықтан минус x градус. Екіншісі минус x градус болады. Сонда косинус x тең а болса, x тең болады арк косинус а. Екінші шешімі x тең минус арк косинус а. Косинуста да әр 2 пи сайын қайталанып отырады. Плюс 2 пи-ка, ол да шешім болады. Минус арк косинус а плюс 2 пи-ка. К бүтін сандар. Немесе екеуін біріктіріп, x тең плюс минус арк косинус а плюс 2 пи-ка деуімізге де болады. Косинуста да дербес жағдайлар бар. Косинус x тең 1 болған. Косинус x-тің мәні 0 градуста 1 болады. X тең 0 плюс әр 2 пи сайын қайталанады. Сонда 2 пи-ка болады. Косинус
минус 1 болған жағдай бар. X тең 180 градуста немесе пи радианда минус 1 болады. Және әр 2 пи сайын қайталанады. Косинус X тең 0. X тең 90 градуста 270 градуста немесе 90 плюс әр 180-ді қайталанады десек те. Пи бөлінген 2 плюс пи к. Енді мысалдарды қарастырайық. Косинус X тең 2-ден 1. X тең плюс минус ар косинус 2-ден 1 плюс 2 пи к. X тең плюс минус косинус 60 градуста 2-ден 1 болады. 60 градусымыз ол пи бөлінген 3 плюс 2 пи к. Шешімі плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи к болады. Келесі 2 косинус X минус тубырас 3 тең 0. 2 косинус X тең тубырас 3 косинус X тең тубырас 3 бөлінген 2. Сонда X тең плюс минус ар косинус тубырас 3 бөлінген 2 плюс 2 пи к. Сонда X тең плюс минус косинус 30 градуста мәні пи 3 тубырас 3 бөлінген 2 болады. Онда 30 градусымыз пи бөлінген 6 плюс 2 пи к. Сонда X сонда теңдеудің шешімі плюс минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи к. Келесі есебіміз екі косинус 5х плюс 1 тең 0. 2 косинус 5х тең минус 1 косинус 5х тең минус 2-ден 1. Сонда 5х тең болады плюс минус косинус плюс минус ар косинус минус 2-ден 1 плюс 2 пи к. 5х тең плюс минус косинустың мәні 150 градуста. Косинустың мәні минус 2-ден 1 болатын, ол 120 градус. 120 бізде 2 пи бөлінген 3 болады. Плюс 2 пи к. Сонда x-ті жалғыз қалдырсақ, плюс минус 2 пи бөлінген 3, 15-ке бөлсек 15 болады. 2 пи бөлінген 15 плюс 2 пи к бөлінген 5. Сонда шешімі плюс минус 2 пи бөлінген 15 плюс 2 пи к бөлінген 5. Келесі есебіміз косинус x тең минус тубырас 2 бөлінген 2. X тең плюс минус ар косинус минус тубырас 2 бөлінген 2 плюс 2 пи к. Сонда x тең косинустың мәні 135 градуста минус тубырас 2 бөлінген 2 болады. Сонда плюс минус 3 пи бөлінген 4 плюс 2 пи к. Келесі мысалымыз косинус 3х минус 2 тең 0. Косинус 3х тең 2. Косинустың мәні, косинус пен синустың мәні минус 1 мен 1-дің арасында болу керек.
x'tin arasına bir. Al 2'ge teң bolsa, onda bu tеңдеудің шешімі жоқ болады. Келесі мысалымыз минус 3x минус π бөлінген 4 тең 0. Бұл жерде 3x минус π бөлінген 4 тең болады косинустың мәні 90 градуста 0 болады. 3x тең π бөлінген 2 плюс π бөлінген 4 плюс πk. 3x тең ортақ бөлім 4 2'den берсек 2π плюс π 3π бөлінген 4 плюс πk. Сонда x тең 3π бөлінген 4 бөлінген 3 3'тер қысқарса π бөлінген 4 қалады плюс πk бөлінген 3 π бөлінген 4 плюс πk бөлінген 3 k бүтін сан. Келесі тангенс x тең a. Бірлік шеңберді қарастырғанда тангенс x шеңберде екі жерде қиылысады, немесе 180 градуста қайталанады деп айтсақ болады. Сонда x арктангенс a плюс πk бүтін сан. Тангенстің мәні 0-де және минус 90 градуста және минус 90 градуста мәні жоқ. Сондықтан тангенс x-тің теңдеуінің шешімі x минус 90 мен плюс 90-ның аралығында жатады. Мысалдармен қарастырайық. Тангенс 3x тең тубрастуш 3x тең арктангенс тубрастуш плюс πk 3x тең арктангенс тубрастуш ол 60 градуста тубрастуш болады тангенс, немесе π бөлінген 3 плюс πk. Сонда x тең 3-ке бөлсек π бөлінген 9 плюс πk бөлінген 3. Келесі мысалымыз 4 тангенс 5x плюс π бөлінген 3 плюс 4 тең 0. 4 тангенс 5x плюс π бөлінген 3 тең минус 4 тангенс 5x плюс π бөлінген 3 тең минус 4 бөлсек минус 1. Сонда 5x плюс π бөлінген 3 тең болады. Арктангенс минус 1 емес, ол минус 45-ке тең. Минус π бөлінген 4 плюс πk. 5x тең минус π бөлінген 4 минус π бөлінген 3 плюс πk. X тең 5x тең ортақ бөлім 12 болады. 3-тен береміз, 4-тен береміз. Сонда минус 3π минус 4π ол минус 7π болады. Плюс πk. Сонда x тең минус 7π бөлінген 60 плюс πk бөлінген 5 k бүтін сан. Келесі мысалымыз тангенс π плюс 4x тең 0.
pi plus 4x tangens 0 çıgı üçün tangens 0 bol gerek. 0 plus pi k. Sonra 4x teң minus pi plus pi k. X teң minus pi bölüngen 4 plus pi k bölüngen 4. Kelesi kotangens x teң a. Kotangens x teң мәні тағы бір шеңберде 2 рет кездеседі, немесе 180 градуста қайталанып отырады. X тең арк котангенс a плюс пи k бүтін сан. Енді котангенс x тең мәні 0 градуста және 180 градуста ашық болады, мәндері болмайды. Сондықтан 0 мен 180-нің арасында болады. Шешімдер 0 мен 180-нің арасында болады. Мысалдарынан қарастырайық. 3 котангенс 2x тең түбірас 3. Котангенс 2x тең түбірас 3 бөлінген 3. 2x тең арк котангенс түбірас 3 бөлінген 3 плюс пи k. 2x тең котангенс 30 градуста түбірас 3 бөлінген 3 болады. Немесе пи бөлінген 6 плюс пи k. Сонда x тең пи бөлінген 12 болады, плюс пи k бөлінген 2. Келесі мысалымыз. Котангенс минус x бөлінген 2 тең минус 1 минус x бөлінген 2 тең арк котангенс минус 1 минус x бөлінген 2 тең котангенстің мәні минус 45 градуста да минус 1 болады. Бірақ біздің котангенсте шешімде 0 мен 180-нің арасында болу керек. Сондықтан минус мәнді екінші шелектен аламыз. Екінші шелекте 135 градус, немесе 3 пи бөлінген 4. 3 пи бөлінген 4 плюс пи k. Енді екі жағында минус 2-ні көбейтеміз. Сонда x тең минус 3 пи бөлінген 2 плюс 2 пи k. Минус 2-ні көбейткенде минус 2 пи k шығады. Ал мына бүтін шешім болғандықтан оған k-ның орнына мысалы k плюс 2 деп қойсақ, онда плюс қайналып кетеді. X тең минус 3 пи бөлінген 2 плюс 2 пи k. Келесі есеп. Котангенс 3 пи бөлінген 2 минус 2x тең 1. 3 пи бөлінген 2 минус 2x тең арк котангенс 1 бізде 45 градус. Пи бөлінген 4. Минус 2x пи бөлінген 4 минус 3 пи бөлінген 2 плюс пи k
минус 2x тең ортақ бөлім 4. 2-ден береміз. Сонда пи минус 6пи минус 5пи болады. Бөлінген 4 плюс пк. Сонда x тең 2-ге бөлетін болса 5пи бөлінген 8 плюс пк бөлінген 2.